достар, ең бастысы фрукты нарезка жасайтын боламыз. Ананастарымызды дайындап алдық. Ең бірінші ананастан бастайтын боламыз. Ананасымыздың басын осылай кесіп аламыз. Және де осы кесілген жағын жуыңыздар. Міндетті түрде жасылын алыңыздар. Неге осындай жуылған түрін осылай қоятын боламыз. Енді астыңғы бөлігін астын кесіп аламыз. Осылай бірінші, потом пышағымызбен ішін бөлек алып аламыз. Қазір ішін турап қоятын боламыз. Неке ананасымызды бөлек аламыз, бұны қоямыз. Неке осылай ортасына қоятын боламыз. Осылай жанына қоятын боламыз. Екінші туралғанымызда екінші неге жіберетін боламыз. Осылай туралаштап жібереміз. Және де екінші ананасымызды дәл осылай турап алатын боламыз. Ана жағын жуып қойатын боламыз. Неке біздің екінші ананасымыз кетті, ал екінші ананасты біз гүлдейтін боламыз. Неке осылай жан-жанын кесіп аламыз, гүл секілдетіп. Енді осыны топ-томалақ етіп тураймыз. Неке жартысын алып қаламыз. Қалған бөлігін нан ішіне турап салатын боламыз. Енді апельсинді жіберетін боламыз. Апельсинді осылай 8 бөлікке бөлеміз. Сосын жанын ортасына дейін кесеміз. Ал мынаған біздің осындай дәуірек жіберетін боламыз. Енді жүзімімізді қоятын боламыз. Неке астына жағын астына қаратамыз. Осындай өте әдемі болып тұрады.
Мінекей алмамызды жібереміз. Алмамызды дәл осылай және де екі жағын кезекпен кезек кесіп отырамыз. Мінекей осындай шығатындай болу керек. Дәл осылай, мінекей, осылай ашып қоятын боламыз. Мінекей. Енді соны грушамыздың қасына жібереміз. Формасын осылай жүресіздер. Мінекей апельсин жіберетін боламыз. Ортасын біздің киви кескен секілді осылай зигзаг қылып кесіп шығатын боламыз. Кивиді негізі осындайдың көбірегін кессеңіздер өте әдемі кеседі. Осы жақтың адамдар кескендіктен өзгеше болып қалды кивиміз. Ортасына жеткізіп, кішкене осындай қылып осылай кешіп шығамыз. Осылай гүл жасап, біздің бос орнымызға қоятын боламыз. Мына жаққа жіберсеңіз де болады. Ортасына міндетті түрде осылай қадаңыздар.
Неке достар, ең соңында фрукты нарезканың үстінен осындай сахармен пудрамыз да ситадан жатқызып қосатын боламыз. Егер де алма қарайып кетпеген қаласаңыздар, лимонның шырымын шашатын боласыздар. Болмаса, лимонны екіге бөліп, суын етіп сығып шығатын боламыз. Осымен біздің фрукты нарезкамыз дайын. Осылай құдалықтың дастарханын жайып боласыздар достар.